Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге бар болған екі ағзаттан дайындалатын таңғы ас түрін жасап көрсететін боламын. Ол үшін 2 кабачок және 2 жұмыртқа керек болады. Кабачокты ашып, оны үкіштің үлкен жағын өткіземіз. Болған соң оның жақсылап суын сылқып аламыз. Және де дәміне қарай тұз салып, қызып тұрған майға салып, сосын орташа отта пісіреміз. Ендігі кезекте екеуінің де ортасын ашып, жұмыртқаның сарысы сиятындай етіп, 2 жұмыртқамызды саламыз. Дайын болып қалған кезінде бетіне сырдан салып, астын жай отта қоямыз. Видеом пайдалы болған болса, видеома лайк басып, арнама тіркеуді ұмытпаңыздар.